Арман Абайұлына екі сұрағым бар. Біріншісі, жаңа сіз баяндамаңызда мемлекеттік тіл туралы бір жанама әңгіме айтып өте шықтыңыз. Мұрат Абдулхамитұлы айтып еді, иә деп. Бізде ең қоғамдағы үлкен проблема осы тілдің айналасында. Жаңа барлығыңыз айтып отырсыздар осы заңның маңыздылығын. Келеді, қарапайым айтайын, әлеуметтік желіден бәріңіз көріп жүрсіздер, бір тұтынушы бір жерге келеді, сен маған неге мемлекеттік тілде қызмет көрсетпейсің дейді, содан дау шығады, содан қоғам шулайды. Оның кеселі неде? Бізде ешбір жерде анықталмаған мемлекет, конституциядан басқа жерде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтергіміз келмейді біз. Сондықтан заңда нақты жазылу керек. Кез келген Қазақстан аумағындағы орындаушы және сатушы бірінші кезекте мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге міндетті деп жазу керек заңға. Менің намысыма тиеді, мысалы, бір жерге барғанда мемлекетім бар, мемлекеттік тілім бар, бірақ мені барған жерде неге өзге тілде қарсы алады? Егер тіліміз жетпей жатса, айтамыз, я 3 тілде, 5 тілде қызмет көрсетсін маған десе. Бірақ Қадыр атамыз айтпақшы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бірінші кезекте мына заңда мемлекеттік тілдің статусын анықтауымыз керек. Анықтадыңыздар ма? Қалай анықтадыңыздар? Бұл бірінші сұрағым. Екіншісі, жаңағы әріптесім Бақытжан Жұмабекұлының сұрағының жалғасы іспетті. Менің де басымнан жаңағы әуе компаниясынан зардап көргендердің біреуі менмін. Мынандай оқиға өткен, мысал ретінде айтайын. Бізде әуе компаниясы бар, мысалы, скат. 1 сағат кешігеді, 2 сағат кешігеді, 3 сағат кешігеді, қайта телефон соқсаң, ана жақта бір сөйлейтін бас отырады, мен ештеңе шешпеймін, мен білмеймін дейді. Енді басқарман қайда, кіммен сөйлесеміз десек, сіздер олармен сөйлесе алмайсыздар дейді. Бұл не сұмдық? Бірінші басшылардың жауапкершілігін күшейттіңіздер ме? Рахмет. Рахмет, Ринат Рифқатұлы, өте өзекті мәселе. Мына тіл жағынан мен айттым ғой, мына қазіргі таңда біздің заңнамада ондай талап бар, міндетті түрде қазақ тілінде жазу керек. Ондай болмаса, біз мына мәселені қазіргі таңда біздің құзыретімізде ондай функционал бар. Біз мына неге жауапкершілікке тартамыз, ол міндетті түрде. Біз мына заң жобасында бұл норма бар. Қалай сіз мысалы қазақ тілінде сұранатын болсаңыз, сізге міндетті түрде қызмет көрсетеді. Ондай болмаса, онда сіздің құқығыңыз тұтынушы жағынан сіздің арыз жазатын құқығы бар. Ол жағынан біз мына мәселені тағы да қарайтын боламыз, екінші оқылымға дейін. Екінші мәселе енді мына жаңағы менің әріптесім айтты ғой, мына әкімшілікті жауапкершілікке тартамыз деп. Ондай жоспар бар. Енді біздің жағынан ең басты мәселе мына әуе тасымалдау қызмет көрсету, ол бізге жатпаған біздің функционалға. Енді біз мына норманы алып тастадық. Мына қызмет көрсету деген әртүрлі, тұрмыстық үй болсын, жаңа қаржылық қызметтер, енді ол изъятие қалды, изъятие жағынан. Басқа қызмет көрсету, ол енді біздің министрліктің структурада комитет бар, оған біз қарастыратын боламыз. Рахмет.